тағу трендта ма негізі? Жоқ. Просто бір сырға тұр екен да, или жаңағы микрофоннан ба? Жоқ, үйде ұмытып кетіппін. Бір сырған тап, бір Ой, сырған. Алишер. Екі сырған салдым деп ойладым просто. И сосын екінші несін салмаған екен, оказывается. Жоқ, просто енді қазір неше түрлі трендтер шығып жатыр ғой мен. Тренд емес, ұмытып кеткен просто. Болды, соны сұрайын деген ғой. Осы хан мен сұраққа сұраңыз. Иә, сонсы ба. Саламатсыз ба? Сағып Жамал, өте ерекше есіміңіз. Өзіңіз де ерекше екенсіз, бірақ енді киіміңізден сәл-пәл ұялып тұрмын. Тым қысқа сияқты мен үшін. Енді қазір шымылдық ашылғанда Ернардың өзі көреді ғой енді. Жалпы сізге сұрағым, біліміңіз қандай, немен айналасыз, жұмыс жасайсыз ба? Дәл қазіргі таңда маркетинг саласында жұмыс жасаймын. Кішкентай кезімнен. Қолыңыз жақсы болып қалды ма? Иә, нормально болып қалды. Құрметті оқырмандар, Аида TikTok тренд түсірем деп маңдайы ісіп, қолын ауыртып. Именно кистам сіңгірі тартылып кеткен. Өмірде кімге сенбеу керек екен? Сенбеу керек екен. Соның түсін тағы бір көзімді еркектерге сенбеу керек. Неге? Себебі? Айгүлді көтеріп түсіріп жүрген ғой. Сол кезде мен вообще қуаттаймын ғой. Смело көтеріп аламын. Иә. Бұл Бекзат вообще чамасына қарамай көтеріп қоямын. Қуанып сол. Бұл кісі Бекзатқа сеніп, мені көтеріп қалды екен. Ол кісі көтеріп қалу керек екенін білмеген, сөйтіп бетпен түсті ғой. Пол. Иә. Ол кезде мұнан байқамаған ғой, мен қолымнан ауырған. Иә, еденнен таяқ жеп. 7-ге дейін емес, бұл кісі әлі таяқ жеп жүр жерден. Айдана, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Қандай жаңалығыңыз бар бізге? Неге маған бір оқырман жазыпты, неге Айдананың үміткері жоқ деп. Сол сұрақ мені де мазалайды. Неге менің үміткерім жоқ деп. Иә, мүмкін жігіттер сіздің мына жақта танысып жүрген адамыңыз бар ма деп ұмытып кеткен шығар, иә. Күдіктенеді емес, білмей қалған шығар, таныстық тоқтамады деген сияқты. Жоқ, онда ештеңе жоқ негізі. Ол жақта барлығымен тек дос ретінде, әріптес ретінде араласамыз. Одан артық ешқандай. Иә, сол үшін Айданаға үміткер болып келіңіздер. Өзіңіз екінші жартыңыздың өнер адамы болғанын қалаймын деп бір неде айтып қалдыңыз ғой? Сол Қалар едім. Желательно деп. Қай саладан, өнердің ішінде де қай жағынан іздестіресіз? Әнші болған қалай. Құрметті оқырмандар, біздің Мадина неге бір сырын айтып жатыр ма еді? Жоқ, мен тапқан ғой. Біздің Мадинаның туған күні болды. Құттықтаймыз туған күніңізбен. Тезірек мына жақтан өзіңізді жақсы көретін, сүй алатын жарды жолықтырып ұзатылып кетіңіз. Тезірек кетем екен десе. Биылға сыйлым сол. Биылға сыйл сол болып тұр ма? Не еді? Қанша жасқа толдыңыз? 23-ке толдым. 23 жасқа толдыңыз. 23 деп айтқаныңыз? 23-ке. 23 деп айтайын. Орфоэпия бойынша 23-ке толды. Жаңа айтып қалдық қой енді, тезірек ұзатылып кетіңіз деп. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Өзіңізде той, ұзату деген дүние бола ма? Иә, негізінде мен бұрында тұрмыста болған ғой, солып қалады деген сияқты. Ол кезде менде ұзату деген нәрсе болған жоқ. Бекашар ғана, ол жақын ғана той болды да, тойға. Ондай нәрсе емес. Мен как положено ұзатылып сырғаным салынып, содан кейін барып, кәдімгі той болған қалайды. Өзім толыққанды той, отбасымен бірге деген сияқты. Ал ол жақта болған кезде бізде той тұрды.